Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атындағы Екібастұз ғылыми мектебінде патриотизм дауысы естілді. Оқушылар Республика күніне орай жаппай әнұран орындады. Республика күніне арналған іс-шарамыз бастау алды. Барлық сыныптарда арнайы Республика күніне арналған тәрбие сабағы өткізіліп, тәрбие сабағымыздың басында міндетті түрде Қазақстан Республикасының ән-ұранымен басталды. Бүгінгі ән-ұран айту іс-шарасына мектебіміздің 140 оқушысы қатысып, ән-ұран айтылды. Барлық оқушылар, барлық ұстаздар бүгінгі тәрбие сабағына толығымен қатысты. Елдігімізді айқындайтын мемлекеттік әнұранды оқушылар көтеріңкі көңіл күймен орындады. Республика күні аясында өткен шара өскелең ұрпақтың бойындағы ұлттық сезімді арттырып, ерекше рух сыйлады. Республика күні 2022 жылы ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұсынысымен ұлттық мереке мәртебесін алды. Сөйтіп, былтырдан бастап ұзақ жылдар бойы атаусыз қалған Республика күні қайта жаңғырды.